Біз қазір топ болып бөлініп отырмыз сыныптың ішінде. Олай болса сендер бір отбасысыңдар. Келесі бір отбасы. Одан кейін тағы бір отбасы. Әрқайсының нелері болу керек балалар? Шаңырақтары, үйлері болу керек қой. Олай болса мен сіздерге үй таратып, кәніге тағы да ашып көреміз. Мен білмеймін ішінде не жасырғанын. Тамаша. Ал, ашып көреміз. Қазір бірге ашамыз, я? Ал, келесі топ. Ал, тез жылдам ашамыз. Ашамыз, қызық болсын. Кім қай топ еді? Күйшілер тобы. Тоғыз топқа? Күйшілер тобы екен мынау. Келесі сендер қай топ? Тамаша, ақындар тобы. Келесі сендер? Билер тобы. Тамаша. Келесі сендер? Жарайсыңдар. Кәне. Балдар. Бұлай болса, бізде жұптық жұмыста бар, жеке жұмыста бар, барлық жұмыс қамтылғандықтан сендердің әрқайсына мынандай сызғыш әдісі арқылы бұл арада сендердің күнделікті алатын балдарың бірден бастап онға дейін осыны сендер жай қарындашпен бояу арқылы өздерің не істейсіздер, бағалайсыңдар өз-өздеріңді. Әрқайсына бір-біреуден таратып беремін. Ал топтық жұмысты мен білім ағашындағы алмалар арқылы бағалайтын боламын. Ала қой, алға қой. Кім қалай жауап берді, бір-бір балдақ қосып отырасыңдар, жарай ма? Келесі, мінеки, алға арқатындай балдар. Кәне, мұна топ өте шумлы болып кетті, қой. Не болып кетті? Айғайама. Ады сен дауын қатты шығатын маған. Мінекей. Балалар, мұна арада 10 балл жүйесі қараңдар. Бұл жерде әрбір сұрағың дұрыс деген сайын сендер өздеріне белгі қойып отырасыңдар, бояп отырасыңдар. Және нүкте қойсаңдар болады. Содан кейін ең соңында сабақтың соңында кім қанша балл алғандығын бағалайтын боламыз. Қайтадан шығар. Мерея. Аха. Не дейді? Дайындаламыз. Көтерілімізде дайындаламыз. Тез сұраққа дайындаламыз. Кім жауап береді? Мына топ тез дайындаламыз. Кім жауап береді? Жауап бермеген бала. Кәнеке мына топ дайындаламыз. Жауап бермеген. Көп. Қараңыз. Тез. Кім жауап береді? Жауап бермеген бала. Кәнеке мына топ. Сендерге қазір мақал мәтел жасырамын, сол бойынша сендер мақал мәтелдерді жауабын тарасыңдар. Бұл өте қызық. Мақал мәтелді көбіне жасырмай қой балалар, көбіне нені жасырады бізде? Жұмбақтары жасырады. Ал сендерге қазір мақал жасырамын мен сендерге. Ал қараймыз. Қол көтереміз. Тоқта. Жүнмұхамед. 7 рет. Өлшеп, 1 рет кес. Тамаша. Қол шапалақтайық. Жарайсыңдар. Келесі. Жылдам. Білім. Не? Тамаша. Тағы да 4-ші топ жауап беріп қойды. Қазір алмаларын берем. Келесі. Қол көтереміз. Ал. Тамаша. Келесі. Жылдамдадамыз. Ал. Аязат емес. Ата. Бәйтерек бала. Жапырақ. Шөп дейді. Масқара не дейсіздер балалар. Келесі. Жоқ. Тамаша. Келесі. Тамаша. Дінмұхамед. Өте тамаша. Ал келесі.
Alma ağaçının әрқайсысында алмалар бейнеленген. Осыдан бір алмадан беремін деп солай топты бағалаймыз. Егер де мүлдем топ жауап бермесе, алма бермеймін. Түсіндік па? Олай болса, тамаша. Тобымызды анықтадық. Топтарымыздың аты неге ерекше деп ойлайсыңдар? Қандаш балалар? Неғып күйшісіңдер? Неге сен палуансыңдар, бейсіңдер? Неге? Япик Сұлтан? Неге? Кім айтады? Адыл? Өйткені бұл атақты тұлғалар. Я, себебі біз қандай бөлімді анықтадық? Атақты тұлғалар деген кімдер олар? Жоқ, біздің атағымызды даңқымызды шығарған, я, тағы да орнымыздан тұрамыз. Отыра қойыңдар. Атақты тұлғалар деген үлкен бөлім өтіп жатырмыз. Ғана әдебиеттен емес балалар, бүкіл сабақта ортақ тақырып. Жарайсыңдар, кәне.